құрметті көрермен, апта соңындағы жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Алматы қаласы Әуезов ауданы номері 104 жалпы білім беретін мектептің жас маманы Қажмұқанова Айнұр Жанәбіл қызы мен жас маманның тәлімгері Сергебаева Ләйла Түпхан қызының өзін-өзі тану пәнінің өзектілігі және жеке тұлғаны қалыптастырудағы рөлі тақырыбындағы шебер сынып сабағына зер салыңыздар. Сөз кезегі өзіңізде, Айнұр Жанәбіл қызы. Сәлеметсіздер ме? Біздің бүгінгі тақырыбымыз өзін-өзі тану пәнінің өзектілігі және жеке тұлғаны қалыптастырудағы рөлі. Осы сабақтағы негізгі мақсатымыз рухани адамгершілік тәрбие беру, өзінің өмірлік позициясын анықтау, адамгершілік тұрғысынан таңдауға даярлығын таныту және өз ойы, сөзі мен ісіне жауапты болу, қоғамға қызмет ету дағдыларын іс жүзінде дамыту. Мұндағы сабақтағы келесі өзектілігі өзін-өзі тану оқу пәні шеңберінде негізгі оқу бағдарламасы жүзеге асырылады. Рухани адамгершілік, білім беруді жүзеге асыру бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру деңгейлеріндегі міндетті оқу пәндерінің мазмұнын өзін-өзі танудың негізгі идеяларымен байытуды көздейді. Өзін-өзі тану рухани адамгершілік білім беру бағдарламасының авторы Сара Алпысқызы Назарбаева. Мен баланың жас кезінен-ақ әрқашанда сау, әрі бақытты болып өсуін, өмір даналығы мен адамзатқа қызмет ете білу бақытын игере отырып өсуін қалаймын. Өзінің кім екендігін, не үшін өмір сүріп, не үшін талпынатынын пайымдай білсін деп айтқан. Қазақтың ұлы ағартушысы Шәкәрім Құдайбердіұлы өзіңді өзің танысаң істің басы дегендей, кез келген бастама ең алдымен өзін өзі танудан басталады. Оқушының өмір жолын дұрыс таңдай білу қабілетін дамытуда ұл мен қыз баланың өмірлік ұстанымын, табиғи міндеттерін түсіндіруде, өз өміріне ойлы көзбен қарап, адам өмірі ең жоғары құндылық екенін санасына сіңіруде өзін өзі тану пәнінің маңызы ерекше. Өзін өзі тану пәні болашақ ұрпақтың бойына адамгершілік қайнарын сіңіріп, мінез құлқын тәрбиелеуге, жалпы азаматтық құндылықтарды, адамгершілік принциптері мен мұрағаттарды ғұмыр бойы басшылыққа алатын тұлға қалыптастыруға негізделген. Қорытындылай келе, рухани адамгершілік білім беру жас ұрпақтың бойына өмірдің мәні, сүйіспеншілік, бақыт, сыйластық, татулық, бірлік, төзімділік сынды құндылықтарды дарыту арқылы адамның қоғамда өз орнын табуына, қабілет дарынының ашыла түсуіне, ақыл парасатын дамытуына, яғни сәнді де мәнді өмір сүруіне қызмет етеді. Міне, осындай үйлесімділік болған жағдайда бүгінгісін ғана емес, болашағын сәулелі күйде елестетіп алға ұмтылатын арманшыл, қиялы асқа, рухы биік азамат тәрбиелеуге болады. Назарларыңызға рахмет.